армысыздар, қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздердің менің көңіл күйім он. Керемет, тамаша. Басқаша болуы мүмкін емес. Өзімнің көңіл күйімді жасайтын тек қана өзім. Сырттағы болып жатырған нәрселер менің ішкі көңіл күйімді, ішкі өзімді, нағыз өзімді жасауға әсерін бермейді. Ол тек қана өзімнің қолымда. Өзімнің көңіл күйімді әрдайым көтеріп, өмірімді жасайтын тек қана өзім. Бүгінгі келіп жеткен 22 наурыз қазағымыздың жаңа жылы құтты болсын. Жаңа жылдан жаңа жылға осылай жылда жете берейік. Кең ауқымда тойлана берсін қазағымыздың жаңа жылы. Бұл жыл қыстан аман есен шығып, бір-бірімен көрісіп, жастар үлкендерге барып, сәлем беріп, көрісіп, осындай жақсы тілектерді тілейтін күн. Араз адамдар болса, бір-бірімен қауышатын күн, ырыс берекенің күні. Сондықтан да осы қазағымыздың жаңа жылы жылдан жылға жақсы деңгейде, жоғарғы деңгейде тойлана берсін. Салт дәстүрлеріміз жоғалмасын, бір-бірімізге неше күннен бері қазақша, қазақи ұлттық киімдерімізді киіп, көрісіп, құда-құдағайларға көрісіп барып, жасы кішілер үлкендерге барып көрісіп, осындай салт дәстүрлерімізді сақтайтын күн. Сондықтан да жылдан жылға жете берейік, бір-бірімізбен көрісе берейік, жақсы күндерде кездесе берейік. Енді тағы не айтамыз деген кезде, өзім қазір психологиялық мамандық өзіме ұнап, осы салада жүргеннен кейін барлығымыздың психологиялық күйіміз күннен күнге жақсара берсін. Жалпы бұл өмірде неден бастаймыз деген кезде өзімізден бастау керек. Өзімізді түсініп, өзіміздің жанымызды түсініп, нағыз өзімізге салғанда ғана, нағыз ішімізге барлық жақсылықты, бақытты, махаббатты ішімізден сезінгенде ғана біз жақсы өмірді күннен күнге сүре беретін боламыз. Сондықтан да өзіңізді жеңгенде ғана барлығын жеңесіз. Өзіңізді түсінгенде ғана өзіңізді барлық нәрселерді түсінесіз. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, жақсы күндер.